Біреу білсе, біреу білмес. Қыз жібек фильмінде Бекежан Батырдың жазықсыз айыпталғандығы туралы айтсам деп едім. Сәбит Жолдасов, тарих ғылымдарының докторы, жазушы Мұқадес Есламғалиұлы, Бауыржан Ғұбайдуллин, тағы басқалардың еңбектерін оқысақ, Бекежан Батыр төменгі жағдайда жазықсыз жауыз болып көрсетіліпті. Кезінде Қыз жібек жырының ауызша нұсқасын Жүсіпбек Шайқы Исламұлы өзінше өңдеп жөндеп қағазға түсіргенде, Төлегенді қапыда атып өлтірген Кескентерек атты қарақшының орнына Бекежан Батырдың атын жазып жіберген. Себебі Кескентерек Шайқы Исламұлының өзі шыққан қожа руынан екен. Сөйтіп, рушылдық ауруына шалынған адамның кесірінен тарихи қателік орын алған. Негізінде Бекежан Айбекұлы өмірде болған адам. Шекті руынан шыққан. Бекежан Қыз жібекке 5-ші атадан барып қосылатын қыз алыспайтын туысы екен. Кескентерек Қыз жібекті Төлегеннен қызғанған, бірақ Бекежан Батырдан батпаған. Бірде Бекежан Зүлфия атты сұлуды алу үшін жолаушы кеткенде, ол Төлегеннің келетінін біліп, алдынан шығып қосабада атып өлтірген. Бекежанның Қайрақ, Байрақ, Тайлақ атты 3 ұлы, Нұргүл атты бір қызы болыпты. 3 ұлы да кезінде танымал батыр болған. Тайлақ 1729 жылы Аңырақай шайқасында кіші жүздің жасағын басқарса, Байрақ пен Қайрақ мыңбасы болған екен. Кезінде Қыз жібек фильмін көріп, жазықсыз жазғырғаным үшін Бекежан Батырдың аруағынан кешірім сұрап, дұға бағыштай отырып, осы тарихи шындықты таратуға үлес қосуды жөн көрдім.